Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Егер әңгіме ұнаса, лайықты түрде лайк басып, комментарий қалдырады деп сенемін. Подписаться еткен жандарға миллион алғыс болсын. Ал ендеше кеттік. Ол түнде ұйықтап жатқан адамдарды өзінің ерсі әрекетімен оятты. Түнгі 3:30 шамасында біреуге бақыра ұрсып жатқан әкелерінің бір түрлі әрекеттеріне таңдана қараған балалары көрпелерін бүркеніп, қайтадан одан әрі ұйқыға кетті. Бірақ тұңғыш баласы мен жұбайы орындарынан тұрып, отағасының соңынан ілесті. Отағасының араққа салынғанына неше жылдың жүзі болды. Ұлының білуінше ел қатарлы анда-санда ұрттағанда тұрған не бар деп үй іші мен жақындары басында аса бір көңіл бөлмепті. Ал бірнеше жылдан соң басқалары арақты азайтқан ба, жоқ әлде бұл ұрттауды көбейткен бе? Міне осы арасын әлі күнге отбасы дөп басып айта алмайды. Жарар. Сонымен жақында ғана студент атанған ұлы мен анасының ұйқысы қашып, отағасының соңынан ілесті. Ал ол бақырған күйі үйден шығып бара жатты. Ол өзімен өзі боқтап, біреуге кіжіне, ауық-ауық доқ көрсете боқтап, сыртқа беттеп бара жатты. Бірақ оның қарсы алдында ешкімде жоқ болатын. Мұндай белая горячка деген аурудың бар екенін ұлы да, жұбайы да бұған дейін білмепті. Көзі ежірейген әкесін тоқтатпақ болған ұлының қолын қағып жіберіп, әлгі көзге көрінбейтін жағымсыз елесті қуған күйі барлығы жапа-тармағай сыртқа шықты. Сол ақ екен, әкесі үйдің қабырғасына сүйеніп тұрған үшкіркүректі алып, енді сонымен әлгі көзге көрінбейтін елесті ұрмақ болып алға өршеленді. Кет деймін мен саған. Ей, мынау кетпейді ғой деп арасында боқтық сөздерін араластырып, тіпті баудың ішіне дейін кіріп бара жатты. Тек сонда ғана ұлы мен анасы қос қолдап отағасын екі жақтап тоқтатып, үйтіп-бүйтіп үйге алып кірді. Сонда да артына бұрылып, қайта-қайта кіжінуін тоқтатпаған әкесі зорға дегенде төсегіне келіп қисайды. Таң ата, аяқ тықырынан оянған үлкен ұлы әкесінің ақырындап жерге қарап, жылан деген сөзін естіді. Жарықты жағып, жан-жағына қараған ұлы әкесінің тағы да елес көргеніне еш күмәні болмады. Не болды әке, жатсайшы деген ұлының сөзіне әкесі құлақ аспастан әлгі көзге көрінбес жыланды үркітумен болды. Осылайша 2-3 рет әкелерін әрең жатқызған отбасы мүшелері таңертең араққа салынған әкелерінің стол үстінде сап-сау қалпында жазу жазып отырған сәтін көріп, кешегі елестерден әбден қорыққан екен ғой. Енді аз уақытқа болса да ішуін қояр деп үміттенді. Түс әлетінде әкесінің жанында бірге жер аударып жүрген үлкен ұлы, әке, түнде не көрдің деп сұрады. Ұлының сұрағына самарқау ғана көз салған әкесі, бір сығанның баласы түнде үйге кіріп кетіпті. Бұтында тек кір шалбары бар, ал денесі жалаңаш. Оқушы бала мен қыз. Қыздың үстіндегі фартуғы да әбден кірлеп кеткен. Лас. Ұлы жымиып басын шайқап, қолына күрегін алып тірлігіне кіріскені сол еді. Әкесі сап-сау қалпында алысқа қадала қарап қалғандығын байқап, ақырындап сыр тартып сұрады. Әке, тағы не көрдің? Әкесі огород аяғындағы қоқыс жатқан төбешке қараған қалпы қатып қалған. Сосын қолындағы күрегімен ұлына қарап, әні отырғаны екеуі деді. Тіпті ұлына бейне бір соқыр адамға ештеңе көрсетіп түсіндіре алмаған шарасыз адамша кейіген кейіппен аздап ренжігендей де болды. Бұл әрі-бері қарағанымен ештеме көрмеді. Тағы да белая горячка деп ойлаған ұлы әкесінің әлі де аталған аурудан айықпағанын ұқты. Сонда бұл не? Белая горячка деп медицина тілімен айтса айтар. Бірақ неге ішкен немесе апиын шеккен адамдарға ғана көрінеді? Ол шынымен де адамның миында болатын психикалық ауытқу процесі ма? Әлде жұмба? Ол арасы әлі күнге дейін жұмбақ. Құрметті неге каналын тамашалаушылар, егер әңгіме ұнаса, комментарий қалдырып, ең бастысы подписаться етуді ұмытпайық. Ал егер бастан өткерген қызықты әңгімелеріңіз болса, комментарийға қалдырады деп сенемін. Лайықты түрде лайк басыңыздар.